Армысыздар қазақ елі, біз бүгін сұлы сүтінің пайдасы туралы айтатын боламыз. Сұлы бидай тұқымдасына жататын дәнді дақыл. Оның құрамында клетчатка көп, ол ішекте қалдықтардың қалып қоюынан қорғайды. Сұлыда антиоксиданттар бар, олар бауыр клеткаларын бос радикалдардың зақымдануынан қорғайды. Сұлы сүтінің құрамында кальций мол болғандықтан ол тері, тырнақ, шаш күйлерін жақсартады, яғни шаштарыңыздың түсуі азаяды және дәрумендердің жетіспеушілігінен пайда болатын тырнақ сынғыштығы да азаяды. Адамның тісі, сүйегі мықты болады. Сұлы сүті несеп айдайтын және өт айдайтын табиғи тамаша құрал. Суық тию, тұмау ауруларында ол 2-3 күнде жақсы нәтиже береді және жөтелді де басады. Зат алмасуын жылдамдататындықтан мұндай сүттің көмегімен оңай арықтауға болады. Сұлы сүті қандағы қант деңгейінің төмендеуіне себеп береді. Сол себепті сұлы сүтін қолдану қант диабетімен ауыратын науқастарға да өте пайдалы, оң әсер етеді. Сұлы сүті аминоқышқылдарға, белоктарға, көмірсутегілерге, белсенді ферменттерге бай. Сонымен қатар оның құрамында В1, Е, А, С тобындағы дәрумендер бар. Ал минералдық заттардан фосфор, калий, магний, мыс, темір, кобальт, марганец, цинк, жез, күкірт бар. Сұлы сүтін қолдану тәсілі. Сұлы сүтін 1 стакан қайнатылған жылы суға 1 ас қасыққа толар-толмас салып, мұқият араластырып, күніне 2 немесе 3 реттен тамақтануға дейін 20 минут алдын ала қолдану ұсынылады. Дайындалған қоспаны 5 минут ұстап, қайталап араластырып, тиімді болу үшін түбіне дейін ішіп қою керек. Сұлы сүті ағзаны тыңайтатын қасиетке ие. Асқазан, ішек жолдарына да пайдалы. Күрделі көмірсуларды глюкозаға айналдырып отырады. Холестеринді түсіреді. Ас қорыту жүйесі де қалыпқа келеді. Егер ішіңіз жиі қататын болса, онда сұлы сүтін қолданыңыз. Оның сондай-ақ қызуды түсіретін, терлететін қасиетке де ие екенін көбісі біле бермейді. Сұлы сүтін ұдайы қолданып жүру қалқанша безінің жұмысын жақсартады және ол ағзаны токсиндер мен шлактардан тазартады. Ағзаны тазалаушы құрал болып саналатындықтан адамның бет терісі де әртүрлі дақтардан, безеулерден тазара бастайды. Сондай-ақ бауырыңызда тазарып, өз қызметін жақсы атқаратын болады. Сұлы сүті кез келген дәріханада сатылады және сатып алатын кезде міндетті түрде оның сақталу мерзімін қадағалап көріңіздер. Және де ішінде нұсқаулық бар, нұсқаулықта барлығы анық-қанық жазылған. Кез келген нәрсенің қарсы көрсетілімі болатын секілді, бұнда да қарсы көрсетіліміне өнімнің компоненттеріне жеке көтере алмаушылық жағдайында қабылдауға болмайды деп көрсетілген. Сондықтан да қабылдайтын кезде дәрігермен ақылдасып кеңесін алғаныңыз жөн. Сіздермен бірге болған сізге керек арнасы каналыма жазылып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымда жұлдыздардың өмірінен және де соңғы жаңалықтар және әртүрлі қызықты деректермен пайдалы кеңестерді көре аласыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.